Міне, алып өнге қақмел қалды. Болды, шамам жоқ. Әлім құрып барады. Қолынан келмейді істей алмайым деген сөздер бізге лайық емес. Ай-ай! Джеки! Не болды аға? Дауылпаз. Тау әзәзлі Паконганы жеңуге пайдаланған құдіретті көне аспап. Оның рухы тіріліпті. Канада? Тас-дуалдармен қоршалған Квебек қаласы. Жылдамдатуымыз керек. Күн күркірі әзәзілінен айырылып қалғандықтан Драго енді ештеңеден тайынбайды. Ой! Бір жаққа жиналдыңыздар ма? Канадаға тау әзәзілінің рухы Квебекте екен. Тамаша, менің француз тілінен біраз тәжірибе жинақтауыма болады. Круассан, креп, крем брюле, багет. Жүгіреді де. Багет батон деген мағына тек ағауызды тағамдар туралы ойла, ешқандай нанға, кеспеге, күшке, тәтті бәліштерге, ештеңеге жол жоқ. Ешқандай Квебекке бармайсың. Ертең математика пәнінен тест жұмысының бар екенін ұмытып қалған жоқсың ба? Сен Торумен бірге осында боласың. Ол істен шығып қалды ма? Енді қалпына келді. Көне күріш үлгілерінің топтамасы. Мен бізді дауылпаз іздеп жүрген шығармыз деп ойласам. Мұнда дүниенің сынып қалуы, мүмкін мына саңлаусыз жаңа сауыт. Сен қашаннан бері жетекші маманға айналғансың. Мәселе мүлде саңлаусыз жаңа сауытта емес. Ағаң детектордың жұмысына еш әсер етпейтін, бір дегеннің өзінде бірнеше әзәзілдің рухтарын қатар ұстап тұра алатын сауыт жасады. Енді есікті қақ. Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Жейтті өзімізбен бірге ала келуіміз керек еді. Бонжур, менің атым Джеки Чан. Мынау менің ағам. Біз Америкадан келдік. Біз көне дауылпазды іздеп жүрміз. Дауылпазды. Сізде дауылпаз бар ма? Bienvenue, entrez. Merci de venir, amusez-vous. Ағаң адамдардың сан алуан дүниелерді топтастыратыны біледі, бірақ күріш түрлерін жинау. Тамақ ішуге арналған таяқшалар, ағаш таяқшалар. Олар көне дауылпаздар ойнауға арналған таяқшалардан сүргіленіп алынған. Бірақ олардың қайсысы? Ой! Кімге чанмен қуырылған күріш керек? Джеки Чанның бастан кешкендері. Драго, сені көргеніме қуаныштым деп айтар едім Чан, бірақ әңгімені өтіріктен бастаудың қажеті қанша. Аға, таяқшалар. Олардың бәрін алып кетуімізге тура келеді. Qu'est-ce que c'est? Абайлаңыз. Есіміңізді есімде сақтай алар емеспін. Ағаңды қалай дайындайтынын қара, жартылай шекет пе, әлде сәл-пәл күйдіріп жіберейін бе? Страйк.
балаларыңның зейнетке шығатын кез келген сияқты. Қанша тырыссаң да енді сен тығырыққа тірелдің, кәрі қақпас. Қане торы сенің қалпыңа келу керек. Тер төкпесең ештеңеге қол жеткізбейсің. Мүлде жаман емес. Тамаша, бұл біріншіден. Сені алда әлі талай дүние күтіп тұр. Егер бүкіл денеңнің май басқанын қаламасаң, дұрыс тамақтануың керек. Кешір, достым. Арық адамша ойлан. Ұнжырғаңды түсірме. Қайтып келгенде сені есімнің ретінде жасалған соя котлеті күтіп тұратын болады. Мен ешқашан бұлай шаршаған жоқ шығармын. Есінеме, біздің шаруаны тындыруымыз керек. Білем. Тау Әзәзілінің рухы бұғауланған таяқшаны табуымыз керек. О, сен ұйықтап кеттің. Саусағыңды шошайтқанды доғар. Бірінші қалып кетіп отырған өзің. Жоқ, мен мүлде ұйықтаған жоқпын. Ал сен ұйықтап кеттің. Мен қалғыған жоқпын, жай ғана көздерімді демалдырдым. Мүмкін сенің көзіңді ашық ұстауыңа шай көмектесер, а? Ағаң шаугымды қойып келсін. 1 минут. Минуточка. Сені бірінші рет естіп тұрмын. Балық пен соя котлетін жек көрем. Шошқа еті қосылған күріш. Жоқ, жейт маған күріш жеуге болмайтындығын айтқан. Бір тілім ештеңе етпейтін шығар. Жейт. Тамаша. Сен алар емеспін. Біз тағы да мына сайтан алғыр қоқыс алаңына қайтып келдік. Жаһандық қабірдің аспаны жоғалып кетті. Күңгіркіреуі Әзәзілінің рухы о дүниеге аттанды. Ал менің сендерді чанды жеңуге қауқарлы деген сенімім бір жолата көзден бұлбұл болды. Достым, кінәліні іздеп жатсың ба? Енді бұл кімнің кінәсі? Сенің. Тағы бір рет ойлан. Не болды? Ештеңе деген жоқпын. Джеки Чан үшін мен қолымдағы бар дүниемнен айырылып жатырман. Енді Тау Әзәзілінің құдіретін еленгім келеді. Оған қоса есеп айырысатын да кез келді. Я, бұл Чан ешқашанда ұмыт алмайтын дүние болу керек. Мен не айтқанымды естідіңдер ме? Енді оның соңынан еруіміз керек пе? 5 фунт. Құдайым ай. 2 күннің ішінде сен қалаша 5 фунт салмақ қосып үлгердің. Емдәмді дұрыс ұстанған жоқсың ғой, солай ма? Мұның нені білдіретінін сен білесің. Жоқ, өтінем. Тек жаттықтыру жасата көрмеш. Қанеке, жаттығуға кіріс. Ол таразы тым мескі ғой. Ағаларының дүкенінде істен шыққан еш. Таяқшалардың ешқайсында Әзәзілдің рухы жоқ. Мүмкін сен біреуін түсіріп алған боларсың. Мен ештеңені түсірген жоқпын. Оған қоса сөмкені сен арқалап келгенсің. Одан да менің дұрыс айтып тұрғанымды мойында. Сенің мына құрылғының есі дұрыс емес, аға. Ағаң я депті, жоқ депті айтпайды. Ағаң есінен адасқан деген сөзді аузына алмайды. Ағаң сынақ жұмыстарын жүргізеді. Енді ризасың ба? Сен мені
мазақ қылып жүрсің бе? Bir күннің ішінде тағы да 7 фунт қосыпсың ғой. Алдаған жоқпын деме, өткен арасында да алдап жүрсің. Мүмкін мен өзек жалғаған болармын. Немен? Цементпен бе? Ағаларыңды тонап кетті. Олар не алыпты? Ескі өрнектерді ме, әлде сирек кездесетін картиналарды ма? Тоқаштарды. Тоқаштар? Тоқаштар, сорпа, бәрі жоғалып кеткен, борыш та жоқ. Қандай ұры борыш та кетеді дейсің? Шора. Болды, полицияға хабарлайым. Ағаларыңның ірімшікті майының саңғалуларын өтінемін. Аға, полицияның сенің борышыңды іздеп жүретін уақыттары жоқ. Оған қоса бұл ұры емес. Тору әлгі борышты қарны жарылған шешіп алған. Бақандай 7 фунт салмақ қосыпты. Менің денімде су өте көп. Әрине, мүмкін ішінде тынық мұхит жатқан шығар. Міне бұларың жөн. Дұрыс бесік заттарды орнату керек. Мына жер әлдимен ұйқыңды келтіреді. Мына түнге арналған көзілдірік тамаша екен. Жақсы болса Чан отбасына қалай соқы беретінімізді көресің әлі. Залал келтіреміз, жандарын ауыртамыз. Ал жоспарымыз қандай, жігітім? Чанның ағасының жәдігерлер дүкеніне шабуыл жасаймыз. Оларды өз батпақтарымен жер қаптырамыз ба? Біз Чан әулетінің күл-талқанын шығарып, 13-ші секторды жермен жексен етуіміз керек. Сонда бүкіл әзәзілдер құдіреті менің иелігіме өтеді. Менің де бұйрық беретін кезім келді. Тамаша, ағатай. Мұнда кім бар? Бізге қазір ешқандай жалынның қажеті жоқ. Кездесуді кейінге қалдырамыз. Қаруларымызды алуды ұмытпаңдар. Аға, тым кеш боп кетті ғой. Сенде бәрі дұрыс па? Иә, дұрыс. Рухтар детекторы да дінаман. Мына таяқшаларда тау әзәзінің рухы жоқ. Сонда оның қайда кетуі мүмкін? Өзім де біліп едім, ол сондай әлсіз. Мәссаған, ол сондай дәмді емес қой. Тамақ. Джеки, аға. Аптықпай неге сөйлемейсің? Ол қалдықтарды жұтатын сорғышқа ұқсайды. Қалдықтарды емес, баға жетпес жәдігерлерді. Нысанға жақындап қалдық. 200 ярдтан соң одан бетер жақындай түсеміз. Дыбысымызды білдірмей барайық. Ол неге телефон арқылы сөйлеп жатыр? Біз межелі жерде тұрмыз ғой. Жігітім беріліп кеткен ғой. Чан әулеті өзінің қандай жағдайға душар болатынын енді ешқашан көрмейді. Тұтқындар алушы болмаңдар. Мұның қалай болғандығын білмеймін, бірақ Тору тау әзәзілінің рухын жұтып қойған сияқты. Сұмдығай. Кеспеге арналған шкаф, көне дәуірден келе жатқан дүние. Тору ағаңның дүкені саған асхана емес қой. Жоқ, тоқта құбыжық. Тек тибеттік ғибадат үстелі емес. Ол өте бағалы дүние. Аға, үстелді ұмыт. Біздің Торудың бойындағы тау әзәзілінің рухын шығаруымыз керек. Манжоңтың пластикалы жинағына қалай қарайсың? Бұл ас қорыту жүйесіне әлдеқайда жеңіл болып келеді. Мәссаған, Тору аспастықылардың жайын аяқтаған сияқты. Енді негізгі тамақтарға көшкен сияқты. Ағаларың ол үшін бүгінгі негізгі ас Сан-Франциско болма деп қорқады. Тездет, бүкіл қаланы таңғас ретінде жалмап қоймас үшін Торудың бойындағы тау әзәзілінің рухын тезірек шығаруымыз керек. Ойын аяқталды, Чан. Мәссаған, бұл сауық кештің сәнін басқа біреу бүлдіріп үлгерген сияқты ғой. Драго. Мен тау әзәзілінің рухының есін сезіп тұрман. Тоқта! Мәссаған.
саған, оның қазір іші кебет. Тым алыс, жақынырақ баруымыз керек. Жоқ, тек қазір емес. Қырсығай, жаман күн. Джейд! Қазір төбемен қопарылады. Мәссаған, жер сілкінісі ме? Тору сілкінісі. Ей, жасыл, бері қараша. Бойыңдағы маған тиесілі дүниені өзіме қайтарып бер. Джеки, менің инелі балығым. Джейд, осында қал. Бұл жолы қаламын. Болды, жетер. Аға, басқа тоғаны пайдалан. Егер торудың бойындағы әзәзіл күшін қазір шығаратын болсаң, оның күл талқаны шығады. Тору! Жоқ! Ей, басқасын ғой, а? Жоқ. Бұл үшін әлі жауап бересің. Ағаңда қолма-қол ақша жоқ еді. Қолхатымды қабылдамайсың ба? Міне осылай. Бұл не? Мұнда не болып жатыр? Ағамыз драгонның бойындағы от күшін шығаруға тырысып жатыр. Иә. Мендегі от күші қайда? Бұл әлі соң емес. Солай сияқты деп ойлайым. Уайымдама, достым. Бізде әлі күш бар ғой. Сұмдығай, ағамыз драгонның отты демін қатырып тастады. Енді 13-ші сектор барлық әзәзілдердің рухын өз бақылауында ұстайтын болады. Керемет. Кешіріңіздер, ішіме жақпайтын бірдеңе жеп қойған сияқтымын. Сенің кішігірім сейлің өзіңе ұнат деп ойлайым. Өйткені осы сәттен бастап саған арналған 2 сөзім бар. Стебл сел дерея. Бізді құтқарып қалғаның үшін ертеңгі жаттығу жұмыстарын жасауыма болады екен деп ойлама. Өйткені ондай жағдай ешқашан болмайды. Ертең жүгіретін боласың. Джеки, айта қойшы, сенің ұшақ жүргізуің тегін болған жоқ қой. Иә, менің ұшақты жүргізуіме рұқсат еткен ұшқышқа да оның көмекшісіне де ақша төлемеймін.